Математика сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шамалар уақытты бағдарлау бөлімі бойынша оқиғаларды өту кезеңіне қарай орналастыру. Бұл сабақта сен уақыт туралы білесің. Балалар, біз қандай да бір оқиғаның ұзақ немесе тез өтуін көрсету үшін уақыт ұғымын қолданамыз. Мысалы, мына алма ағашына қарайық. Алма қалай өседі? Алманың өсу үшін қанша уақыт қажет болды деп ойлайсыңдар? Алманы өсіру үшін алдымен оның тұқымын себеміз. Тұқымнан бірте-бірте жас өскін өсіп шығады. Жас өскіннен бұтақтары, ағаштың діңі, жапырақтары пайда болады. Ағаш гүлдейді. Гүлдегеннен кейін барып, ағаш алма жемісін береді. Бұған қанша уақыт кетті деп ойлайсың? Дұрыс айтасыңдар. Алманың өсу үшін 4-5 жыл уақыт кетеді. Оқиғаларды өткен кезеңіне қарай орналастыру үшін міндетті түрде бұрынырақ, кейінірек, алдымен, содан кейін не болғанын көрсету керек. Мысалы, үй салу үшін алдымен не істеді? Алдыменен үйдің сызбасын сызу керек. Одан кейін үйдің іргетасы менен қабырғасын қалау керек. Одан кейін барып үйді салу керек. Балалар, бір тәуліктің өзінде 4 мезгіл бар. Таңертең, күндіз, кеш, түн. Оқиғалардың қай уақытта болғанын көрсете отырып, ретімен орналастыруға болады. Таңертең, күндіз, кешке және түнде. Мысалы, мына суретке қарайық. Бала таңертең ұйқысынан оянды. Күндіз ол өзінің құрастырғыштарымен ойнады. Кешке теледидар тамашалады. Ал түнде бала ұйқыға жатты. Жарайсыңдар балалар, енді оқулықтың 14-15 бетіндегі тапсырмаларды орындайық. Жұмыс дәптеріміздің 11-12 бетіндегі тапсырмаларды өз бетіңше орында. Жетістік баспалдақ арқылы өзіңді бағала. Іске сәт!